Кешіктім, қатты кешіктім. Бұл Марина, белгіден кейін хабарлама қалдырыңыз. Леди Wi-Fi, Леди Баг тәшкері етін келетінін білем. Маған көмек берсең, менің де көмегім тиер. Мен кез келген өтірік ташы, әшкере етемін, келістік. Аля қайда? Сабақтан шеттетіп тастады. Не? Марина, кешіксең де шуламауға тырыссаңшы. Кешіріңіз. Не болып еді? Қысқасы ол Хлояның шкафын ақтарған, яғни Леди Багтың. Не? Жетер, Маринет, қане директордың кабинетіне жүр. Не туралы айттың? Не естен сол? Алияның ойынша, Леди Баг ол Хлоя екен. Дамокл мырза. Мырза. Сәлем, мен Леди Wi-Fi шындығыру. Директордың сіздерге айтары бар екен. Сонымен Дамокл мырза. Алия есімді оқушыны себепсіз сабақтан шеттеткеніңіз рас па? Иә, солай болды. Сізге қысым көрсеткен соң, сіз осыған бардыңыз ба? Иә, ол да рас. Тегі ол емес, Аля. Теке, қане түрленетін уақыт келді. Ең жақын құрбыңа қарсы шығасың ба? Жоқ, қайта ең жақын құрбымды құтқаруға шығамын. Теке, дайындал. Бұдан кейін Леди Багтың атын жамылып жүрген қызды көрсететін боламын. Өткізіп алмаңдар. Балалар, қауіпсіздіктерің үшін қане үйлеріңе қайта қойыңдар. 4-5 бөлімді оқуды ұмытпаңдар. Егер Леди Баг бұл Хлоя болса, демек Леди Wi-Fi оның үйіне барғалы жатыр. Демек саған Хлоя ұнай ма? Баг, дайындал! Не? Мүмкін емес. Бұлай қарағаның әдепсіздік. Бұл сен бедің, бірақ... Сен шынымен Леди Баг Хлоя екеніне сеніп қалдың ба? Жоқ, әрине, сенген жоқпын. Хлояны Леди Баг деп кім шығарып жүр өзі? Ол ақымақ жанкүйердің бірі. Былайша айтқанда, еліктегіш. Соны айтам? Тыңдап тұрмын. Қалайсың, Леди Баг? Міне, Леди Wi-Fi да келді. Демек, мен қателесіппін, солай ма? Бәрі Леди Багты өте мейірімді қыз деп ойлайды. Бірақ сіздер Қателестіңіздер. Нағыз Леди Баг, ол Хлоя Буржуа. Ха!